Мұхтар Шаханов, достық өлкесінің заңы. Алдымызда қанша сауал тосылды. Өмір бізді ерті бейіне, сәбі кезім. Бірге ойнайтын досымды ертіп бардым нағашымның үйіне. Сәбілік шақ, сөтті яппақ кезең бұл, аңғал бейқам балбұлақтай сыңғырлы. Досым киіп көремінде әжемнің аңдаусызда көз әйнегін сындырды. Енді қайттық, амалайлы азайып, құтылуға өткел іздеп тарықтық. Досым менің ұяң еді ғажайып, әжем өте қатал еді, жарықтық. Балам ұнша болам екен мазасыз, қане, қайсын көз әйнекті сындырған? Деді әжеміз. Қалдырбаймын жазасыз, сындырған кім? Алдыма кеп 4 жылдам. Енді қайттық, кем ұсынбақ көмегін, бұл қырсықтан құтқармақ болып досымды. Мен сындырдым, кешіріңіз мен, дедім. Дедім үнсіз, төмен салып басымды. Бір ерекше дүлеймінес досыбек, шіркен адам табиғатай, сан қырлы. Қанша шулы болғаны мен осы рет, әжем мені жазалаусыз қалдырды. Лезде қайта көтеріліп еңсеміз, көңіліміздің айдыңынан күн күлді. Сол сәттінім сыбыр етті. Сенбеңіз, көз әйнекті қонақ бала сындырды. Әжем кенет ашу буып күйгелек, ашу буып аң-таң болып қалды да, жүр бері, деп құлағымнан сүйрелеп, ертіп барды нағашымның алдына. Қой, бәйбіше, дау тудырма бекерге, деп нағашым әңгімесін жалғады. Айып бекен, өзін беріп қатерге ер жігіттің досын қорғап қалғаны. Достық деген ізгіліктің алаңы. Оған куә ғасырлар мен замандар. Отанында сатып кете алады, қиын шақта досын сатқан адамдар. Мұхтар Шахановтың осы керемет өлеңін қырғыз тіліне ұлы ақын Жолан Мамытов аударған, енді сол аудармасын оқып берейін. Достық өлкесінің мыйзамы. Алдыбызда қанша бөгет тосылды. Жашоо бізді ерті үйретті бейіне. Бала кезім бір ойнаған досымды баштап бардым Таекемден үйіне. Балалық чақ, бұлақ судай тұп-тұнық, ару бейғам кезекен қошыңғырлу. Досым қапыз киіп көрем деп тұрып, Таекемден көз әйнегін сындырды. Қант дегеме, амалайлы азайып, құтылуға шыл тобыз жоқ зарықтық. Досым байқұш ұяң әлі ажайып, атай жеңем қатал әлі жарықтық. Бала деген бұл чіліғі баладай, көз әйнек деген бүлдірді, айт бачым. Тай жеңенің көзіне тік қарабай, шылқидығы біліп жеде қайтпасын. Мұндай кезде жардан берет кемеме? Мен досымды құтқармаққа жазадан «Көчіріңіз», дедім арам. Күнөлі, мен менеже бұл бейбашты жасаған. Чіркен адам, табиаты бір қызық, тоқтотты бұл айласыз тұрмышым. Ал тейім ғана ұрышпасын білгізіп, жасап кірді, қармап тұрған жұмышым. Қайрадару қавағымыз açılды, түйшігіміз қуанышқа алмашты. Инеманда, чынын айтпай жашырды, мейман бала сындырдыған, дей салбас па? Атай жеңем ачу сәлігетелек қалп кебеме қапаланып қалды да, «Эй, бас бере», деп жең ұчымдан жетіліп алып кірді Таекемден алдына. «Қой, бәйбіше, тарынтпақын баланы», деп Таекем мені қолдан қармады. Айып емес, өзін тосып мүшкілгі ер жігіттен досын қорғып қалғаны. Достық деген ізгілікті сезімге сақтап жашо бұға куө замандар. Ата жұрттың сатып кетет кезінде қиын чақта досын сатқан адамдар.